12-ші практикалық сабақ Жиембет жыраудың шығармашылығы. Жоспар. Өмірбаяны. Жиембет жырау Есімханға былай депті. Жиембет толғауындағы көшбасшылық, пікір қалдырған ақын жазушылар және қорытынды. Өмірбаяны. Жиембет Бартоғашұлы 1575 жылдар шамасында туып, 1643 жылы дүниеден қайтқан. Қазақтың аса талантты жырауы, биі әрі жеңімпаз батыры. Батыс Қазақстанды мекендейтін Алшын елінің Тана руынан, ол Алшынның 12 ата байұлы рулық бірлестігінің Тана руынан шыққан. Жиембеттің жас шағы қазіргі Батыс Қазақстан аймағының Өзен, Жем, Арал аралындағы ауылдарда өткен. 16 жасынан хандар, билер, батырлар жанында жүріп, ел билігіне араласқан. Өсе келе ол Есімханның беделді биі, батыры дәрежесіне көтерілді. Талай ұрыс шайқастарда қатысып, ерлік көрсеткен. Ханның жауынгер жасағын басқарып, жеңімпаз қолбасшы болған. Ол сонымен бірге еңсегей бойлы ер есімнің кіші жүз еліндегі ең бір беделді бас би ретінде танылған. Жиембет әсіресе 1620 жылғы Есімханның ойрат қалмақтармен соғысы кезінде ерекше ерлік көрсетіп, тапқырлық көрсетіп, шапқыншы жауды ойсырата жеңген, бетін қайтарған. Жиембет жырау Есімханға былай депті. Еңсегей бойлы ер есім сені есірткен. Есілде менің кеңесім, ел білгеннен есім хан. Қолыңда болдым сүйесін, қолтығыңа болдым демесін. Ертеңгі күн болғанда, елің кеңес құрғанда, айналып ақыл табарға, есіктегі ебесін. Сонда ханым не десін? Мен жоқ болсам есім хан, ит түркіні көресін. Жиембет қайда дегенде, не деп жауап бересің? Мен ханым ойнаспа, менің ерлігімді сұрасаң, жолбарыс пен аюдай, өрлігімді сұрасаң, жылқыдағы асау тайыңдай деген екен. Жиембет толғауындағы көшбасшылық. Жалпы алғанда жыраулық өнердің өзі синкретті өнер. Бір жыраудың бойынан ақындық пен кеңесшілік, батырлық пен жорық жырысынан тән бейне, ақылгөй мен батагөйлік және осы қатарлы бір адамның бойына жинақтала бермейтін қасиет бар. Жырау синкретті, кәсібилігі өте жоғары өнер иесі. Кәсібилігі дара қалпында қалыптасқан жырау Жиембет Бартоғашұлының көшбасшы жайында көрнекті жазушы, әдебиет тарихын зерттеуші ғалым Мұхтар Мағауин Жиембет Есімханның әскербасы батырларының бірі әрі жорықшы жауы. Сонымен бірге Жиембет ел аузынан алынған тарихи әңгімелерге және өз шығармаларындағы кейбір сөздерге қарағанда заманның ірі феодалы мемлекет істерінде үлкен рөл атқарып отырған қабырғалы би деген пікір білдірген екен. Пікір қалдырған жазушылар, ақын жазушылар Мұхтар Әуезов Жиембет жырауды ханға қарсы тұрып, халық мүддесін қорғаған қайраткер жырау деп бағалаған деседі. Ол Жиембеттің поэзиясын жыраулық дәстүрдің нағыз үлгісі ретінде қарастырған. Сәкен Сейфуллин Жиембет жыраудың толғауларын батылдық пен қайсарлықтың көрінісі ретінде атап, оны халықтың үнін сөйлеген жырау деп сипаттаған. Қажым Жұмалиев Жиембет поэзиясын терең талдай отырып, оны көтерілісшіл рухтағы жырау деп атаған. Оның шығармашылығы Бұқар жырау мен Махамбет жырларының бастауында тұрғанын айтқан. Есмағамбет Ысмайылов Жиембеттің толғаулары халыққа қызмет етудің көрінісі екенін және оның поэзиясы хан мен билеушілерге қарсы наразылықтың көрінісі болғанын атап өтті. Қорытынды. Жиембет жырау батыры жыраулардың бірі. Ол Есім ханның заманында өмір сүріп, ханның билігіне батыл қарсылық білдірген тұлға ретінде танылған. Оның шығармалары еркіндікті, әділеттілікті аңсаған халықтың үні. Енді тапсырмаларға кезек берсек, өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беріңіз. Жиембет Бартоғашұлы қайраткерлік өмір жолы. Жиембет және Есім хан. Жиембет толғауларындағы өршілдік рух. Жиембет толғауларында Жиембет жырау қай ханның тұсында өмір сүріп, оған қарсы ашық наразылығын білдірген. Жиембет жыраудың толғауларында қандай негізгі тақырыптар қозғалған. Жиембет жырау қандай тарихи оқиғаларға қатысып, қандай рөл атқарған. Екінші сұрақ. Тест түріндегі сұрақтарға жауап беріңіз. Жиембет жырау қай ханның тұсында өмір сүрді? Қасым хан, Тәуке хан, Есім хан, Абылай хан. Екінші сұрақ. Жиембет жырау қандай қызмет атқарған? Би, ханның бас кеңесшісі, әскербасы және жырау елші. Үшінші сұрақ. Жиембет жыраудың толғаулары қандай мазмұнға ие? Махаббат жырлары, ханға айтылған наразылық, батырлық, ерлік, діни уағыздар және табиғат сұлулығын жырлау.
Төртінші сұрақ. Жиенбет жыраудың Есім ханға қарсы наразылық білдірген себебі қандай? Билікті қолына алғысы келді, ханның әділетсіз саясаты мен өзіне жасаған қиянаты, діни сенімдерді қорғады, қазақ жерін кеңейтуге қарсы болды. Бесінші сұрақ. Есім хан жиенбет жырауды қайда жер аударды? Жайық бойына, Сібірге, Хиуа хандығына, Түркістанға. Жиенбет жыраудың шығармалары қазақ әдебиетінде қандай рөл атқарды? Қазақ эпостық жырларын қалыптастырды, халықтың мұң-мұқтажын жеткізген саяси поэзиясының үлгісі болды, қазақ дарындарының негізін қалады, тек тарихи деректер ретінде сақталды. Назарларыңызға рахмет, сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.